Жұмыс күшінің халықаралық миграциясы. Еңбек миграциясы түсінігі мен түрлері. Еңбек миграциясы дегеніміз еңбек көрсеткіштерін қосымша жүзеге асыратын және сол қоғамның экономикалық қажеттілігі болып табылатын еңбекке жарамды тұрғындардың қозғалысы. Миграция ішкі және сыртқы немесе халықаралық болып бөлінеді. Халықаралық миграция үшін иммиграция, эмиграция, реиммиграция, ақылдардың кетуі, миграциялық сальдо түсініктері тән. Иммиграция дегеніміз адамдардың жұмысқа немесе басқа да себептермен ұзақ уақытқа басқа елге келуі, яғни жұмысшыларды импорттау. Эмиграция жұмыс күші экспорты, яғни басқа елдерден жұмыс орнын табу мақсатында елден кетуі. Реэмиграция эмигранттардың өз отанына тұрғылықты мекеніне қайтып келуі. Ақылдардың кетуі, яғни жоғары білікті мамандардың халықаралық миграциясы. Миграциялық сальдо елден келген және елден кеткен мигранттардың арақатынасы. Біріккен ұлттар ұйымының классификациясы бойынша сыртқы миграцияның келесі түрлері бар. Қайтарымсыз, тұрғылықты мекен етуге бағытталған миграция. Мерзімдік, уақытша немесе мерзімдік мигранттар елге ақылы жұмыс орнын табуға 1 жылдан кем мерзімге келетін адамдар. Маятниктік миграция. Мұндай мигранттарды фронтальерлер деп атайды. Жұмысшы фронтальерлер көрші мемлекетке жұмыс істеу үшін шекарадан күнде өтетін мигранттар, яғни мәжбүрлі миграция. Негізі экономикалық емес себептерге байланысты болады. Еңбек миграциясының ауқымы мен бағыттары. Миграцияның экономикалық себептері. Елдердің тұрмыс деңгейіндегі айырмашылықтар, жоғары жалақы деңгейі, жұмыссыздық. Миграцияның экономикалық емес себептері. Жанұялық туыстық қатынастар, нәсілдік, ұлттық, діни айырмашылықтар, саяси қуғын-сүргіндер, табиғи апаттар, климаттың қолайсыздығы және тағы да басқа. Жұмыс күшін қабылдайтын, импорттайтын елдердің айырмашылықтары, шетелдік жұмыс күшінің бағасы арзан болуы жұмыс берушілер үшін шығындарды азайтуға әсер етеді. Шетелдік жұмысшылар тауарлар мен қызмет түрлеріне қосымша сұраныс туғызып, жұмыспен қамтудан ынталандырады. Жоғары дәрежелі жұмысшы күшін импорттайтын ел оқытуға және мамандар даярлауға жұмсалатын шығындарды үнемдейді. Жұмыс күшін экспорттайтын елдердің артықшылықтары: елге валюта келтіретін негізгі көзі, жұмыс күшінің экспорты, жұмысшы күшін экспорттау экономикадағы артық күшін жұмыс қысқартады. Экспорттаушы ел үшін маман кадрлар қайта дайындықтан тегін өтеді, жаңа әдістер үйренеді. Басқа елдерден мигранттарды тартушы ірі әлемдік орталықтар болып ақш, Канада, Австрия, Батыс Еуропа елдері, Таяу Шығыс елдері және тағы да басқа жаңа индустриялы елдер жатады. Жұмыс күші миграциясының мемлекеттік реттеу. Халықаралық еңбек рыногы мемлекеттік реттеу жұмыс күшін қабылдаушы және экспорттаушы елдердің ұлттық заңдылығы негізінде және мемлекетаралық және ведомствоаралық келісімдер негізінде жүзеге асады. Реттеу бюджет арқылы қаржыландырылатын бағдарлама негізінде шетелдік жұмыс күшін шектеуге және иммигранттарды отанына қайтаруды ынталандыруға бағытталады. Көптеген елдер иммиграцияны реттеуде сұрыптау әдісін пайдаланады. Оның мазмұны мемлекеттік осы елге қажетті жұмысшылар категориясының келуіне кедергі келтірмейді. Қажетті жұмысшылардың негізгі категориялары: аз ғана ақыға ауыр, зиянды, лас және біліктіліксіз жұмысты орындауға дайын жұмыскерлер, жаңа және қарқынды дамып келе жатқан салалар үшін мамандар, сирек кездесетін мамандық иелері, әлемдік атағы бар мамандар, өз бизнесін қабылдаушы елге әкелетін ірі бизнесмендер. Қабылдаушы елдерде иммиграцияны құқықтық реттеу көптеген заңдар арқылы жүзеге асырылады. Иммиграциялық заңдардың негізгі белгілері: кәсіби біліктілік, жеке сипаттағы шектеулер, сандық шектеулер, экономикалық реттеу, уақытша шектеу, географиялық басымдықтар, тыйым салулар жатады. Қазақстан Республикасында жұмыс күші миграциясы мәселелері. Қазақстан Республикасында халықтың белсенді қозғалысын тудырушы негізгі фактор экономикалық себептер. Еліміздегі мигранттардың сандық және сапалық құрамына әсер ететін факторларды мынадай топқа бөліп қарастырсақ болады. Экономикалық факторлар жүйесі, жекешелендіру процесі, аймақтық теңсіздіктер, еңбекақы төлеудегі айырмашылықтар, демографиялық проблемалар, экологиялық факторлар және тағы да басқа. Қазақстанда ең үлкен иммиграция 1994 жылы тіркелген 480,8 мың адам. Қазақстан иммиграциясының негізгі бөлігін қабылдаушы жақын шетелдер
Ресей, Өзбекстан және Украина, Беларусь елдері жатады. Алыс шет елдерден Германия, Израиль және ақш. Мигранттардың білім деңгейі бойынша еңбекке қабілетті бір адамның келуіне 7 адамның кетуі, орта арнаулы білімді бір адамның келуіне 8 адамның кетуі, жоғарғы білімді бір адамның келуіне 8 адамның кетуі сәйкес келеді.